Келіні жұмыстан кеш келеді. Егер тамақ дайын болмаса, дау-дамай басталады. Ұлы екеуі ұрысып, соңы бір-бірін ренжітіп тынады. Келіні ашуланса, ұлын да ұрады. Сонда Айша әже бәрін көріп отырып, үндемейді. Мен үндемеймін, өйткені ұлым тыныш болсын деймін. Аузымды жауып, немеремді бағып отырам. Бүкіл зейнет ақымды келініме берем. Айтқанын істеймін, бірақ жүрегім ауырады. Бір күні көрші кемпір келіп, апа неге үндемейсіз? Неге бәріне көне бересіз? Деп сұрады. Сонда Айша әже күліп, көзінен жас шықты. Тыныштық болсын деймін, қарағым. Бір ай қайдан кейін бәрі қирайды ғой. Мен де адамын, бірақ жүрегім шаршады.